Бір қалашықта Әли есімді бала болатын, оның аю ойыншығы оның ең жақын досы еді. Олар бірге қызық уақыт өткізетін. Күндердің бір күнде Әли және оның ата-анасы қалашықтан мәңгіге көшпекші болды. Солай бөлмесін жинап жатты. Әлидің кететін көрген аюдың көңіл күйі түсіп кетті. Әлидің әкесі жүктерді көлікке салып тұрғанда, Әли өзінің аю ойыншығын қимай тұрды. Мені қайтадан досым Әли алып кетеді деген үмітпен қала берген аюдың түрі өңіп кетті. Қаншама күндер, қаншама түндер өтті. Аю жалғызсырап қала берді. Досымен өткізген әр уақытты есіне алып, сағынып көңілі түсіп кетті. Бір күні Ая есімді қыз сол үйге көшіп келіп, қолына бірден осы аюды ала жөнелді. Аяға аю қатты ұнап қалады, және бірге өте жақсы уақыт өткізеді. Аю да Аяны жақсы көреді,